Ассалаумағалейкум көзі қарақты көрермен, эфирде қоғам денсаулық хабары. Бүгінгі бағдарлама қонағы Шымкент қалалық онкология орталығының директоры Мәуленов Жақсылық Оразбайұлы. Жақсылық Оразбайұлы бүгінгі Хан телеарнасына сұхбат беруге келіскеніңізге ұжымның атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы онкология орталықтың 9 айда атқарылған жұмысына қысқаша тоқталып өтсек. Біріншіден сіздерге көп рахмет. Мынау бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жалпы біздің онкологиялық қызметтің бүкіл республика деңгейінде жаңағыдай осы атқарылып жатқан жұмыстар және де алдағы уақытта атқарылатын жұмыстардың жоспарын елге жаңа ақпарат ретінде жаңа тарататындарыңызға көптен көп рахмет. Және де біз мынау біздің онкологиялық орталыққа келетін болсақ, жалпы Шымкент қаласы бойынша 261 төсек орындық біздегі орталығымызда орналасқан. Бұл дегеніміз оның ішінде 31 төсегі күндізгі бөлім болып саналады. Бұдан басқа қалалық онкологиялық орталықта атқарылатын жұмыстан басқа қала бойынша біріншілік емханалар, біріншілік деңгей дейді ғой, жалпы айтқан кезде емхана деңгейінде осы онкологтардың жаңағыдай учаскелік онкологтар бар бұл жақта да. Солармен бірлесе отыра біз жаңағыдай жұмысты атқарамыз. Бірінші кезекте бұл онкологиялық аурудың бізге дейінгі профилактика деңгейінде осы аурудың алдын алуына жаңағыдай негізгі бағыт осы болып саналады дүниежүзі бойынша. Сол себептен бізде өзімізде 10 жылдан астам тарихы бар жаңағыдай скринингтер жасалып жатыр. Скрининг дегеніміз не? Ол әртүрлі ауруға арналған жаңағыдай профилактикалық тексерілу. Және де сол тексерілудің арқасында осы онкологиялық ауру алды деңгейінде жаңағыдай патологияларды анықтап, сол кезде дер кезінде емдеп, бұл ауруға шалдықпайтын дәрежеге жеткізу, жалпы айтқан кезде. Енді және де айта кететін бұл жердегі бізде үлкен бір жақсы бағдарлама шықты. Кешенді жоспарымыз шықты. Республика деңгейінде үкіметпен бекітілді. Ол 23-27 жылдар аралығына. Бұған дейінгі бағдарламаға тоқталатын болсақ, 2018-22 жылдар аралығы кешенді жоспар болған онкологиялық ауруларға қарсы күрес жөніндегі кешенді жоспар қабылданған болатын. Оның барлығы орындалды. Ішіндегі бағыт бағдарламалар қазіргі таңда енді мынау жаңа жоспарымыз ол 23-27 жылдар аралығына бекітіліп отыр осы жоспарымыз, кешенді жоспар. Енді бұл кешенді жоспар аясында қандай жұмыс іс-шаралар атқарылады? Бұл жаңағыда емдеу профилактикалық неге көңіл бөлінеді. Скринингтердің жұмыстары жандандырылады және де ішіне қосалқы тағы да скринингтің түрлері. Мысалы айтатын болсақ, бізде 3 скрининг болатын болса, жатыр мойнының қатерлі ісігі, сүт безінің қатерлі ісігі және де тоқшектің қатерлі ісігі, осы 3 бағыт бойынша скрининг болып жатса, қазіргі таңда енді бұл кешенді жоспар аясында жаңада скринингтер қабылданады. Оны толығырақ айтамыз алдағы уақытта. Енді одан бөлек бұл профилактикалық деңгейдегі бағыты бойынша екінші деңгейде екінші бағыттары ол жаңа дәрі-дәрмектердің науқастарға қолжетімді болуы және де жаңа дәрілердің ол жерге қосылуы тізімге. Және де тіліксіз оталарды дамыту бағытында осы жерде жаңадай заманауи құрылғылар, тіліксіз оталармен лапароскопиялық, торакоскопиялық оталарды, күрделі оталарды жасау бағытында қолданылатын жаңағыдай құрал жабдықтар. Және де одан бөлек жаңа ауыр медициналық техника, оның ішіне не кіреді? Компьютерлік томография, МРТ кіреді, оның ішіне жаңа маммография деген сияқты сондай нелер құрылғылар кіреді. Және де біздің өңірлерден басқа өңірлерде, біздің өңірде қойылған, былтыр өздеріңізге белгілі қойылған сәулелік терапиялық жаңағыдай қондырғысы және де ПЭТ қондырғысы қойылған болса, кейбір басқа өңірлерде әлі қойылмаған болатын. Сол себептен осы бағыт кешенді жоспардың арқасында бұның ішіне осы қойылмаған өңірлерге осындай
ауыр медициналық техникаларды қойылу жоспарлануда. Және де келесі бағдарлама бағыты бұның ол мысалға науқастардың емделетін жағдай жасау, емделетін мекемеде жағдай жасау. Ол дегеніміз не? Ол жердегі жаңағыдай жоқ жерде ғимараттары жоқ мекемелер болса, республикадағы кейбір өңірлерде оларға жаңа ғимарат салып беру. Екінші, жаңағыдай орысша айтқан кезде приспособленный здание дейді ғой, типовой емес зданиялар болатын болса, ыңғайластырылған зданиялар болатын болса, оларға жаңағыдай соны ыңғайластырып, жаңағыдай дұрыстап жасап беру. Және үшіншісі, ескірген, тозығы жеткен ғимараттар болатын болса, оны күрделі реконструкциялау және күрделі жөндеуден өткізу қарастырылып отыр. Бұның барлығы республикалық бюджеттен жаңағыдай осы кешен жоспар аясында осы нәрселер 27 жылға дейін іске асырылу жасалынып отыр. Ал енді біздің қалалық онкологиялық орталықтың жұмысына келетін болсақ, мысалы бізде 9 айда атқарылған жұмыстар болатын болса, бізде қалада 53 біріншілік деңгейдегі емханалар бар. Сол емханалар арқылы бізге науқастарды жолдама арқылы жібереді бізге. Онкологияға күдікті жағдай болған жағдайда осы бізге жібереді. Алдағы уақытта алдындағыдай мен айтқан 261 төсек орында біз науқастарды осында емдейміз. Енді бүгінгі таңда біздегі диспансерлік есепте тұратын науқастардың саны 7640 науқасты құрап отыр. Қазір соңғы 5 жылда, 18 жылдан бері жаңа қазір есептейтін болсақ, сол 7640 науқасты құрап отыр. Және де біз 1000-ға жуық жылына 1100 науқастарды жаңа жағдай анықтаймыз науқастарды. Сондай жағдай. Енді біздегі онкологиялық орталықтың өлім жетімді біздің бағытымыз, негізгі бағытымыз болып саналатын, ол онкологиялық ауруды табу, онкологиялық ауруды анықтау. 0-1 сатыда, өзі 4 саты болатын болса, соның 1 сатысында анықтау біздің бағытымыз. Жаңа жоғарыда айтқан скрининг болсын, былай тексеру болсын, күдік жағдай болған кезде де профилактикалық тексерулердің арқасында 0-1 сатыда анықтау. 0-1 саты дегеніміз не ол? 0-1 саты дегеніміз мемлекетке тиімді және науқасқа да тиімді тез айығып кету жолы. Егер де 3-4 сатыға дейін жеткізіп алатын болса науқаста, ол науқасқа ота жасау керек болады. Отадан кейін барып жаңа химиотерапиясын жасау керек болады. Сәулелік терапия. Одан кейін одан тоқтамауы да мүмкін деген сияқты сондай болжамды түрде нелерде литератураларда солай неғылған. Сол себептен жаңағыдай науқастарды профилактика деңгейінде ерте сатыда анықтау ол біздің бағыт. Және де өлім жетімді азайту. Бүгінгі таңда өлім жетім саны мысалға 47%-ға дейін төмендеп отыр бізде. 47% құрап отыр. Жалпы онкологиялық шалдыққан аурулардың ішіндегі сол алдыңғы жылдармен салыстырған кезде ол жаңағыдай 50-дің үстінде болатын, қазір бүгінгі таңда 47-ге дейін түсіп отыр. Алдағы уақытта одан да төмендетуге біздің мына жұмысымыз, жоспарымыз осыған бағытталған. Ал енді келесі біздің жетістіктерге айтатын болсақ, біздің қалалық онкологиялық орталықтың мамандары алыс жақын шетелде білімдерін шыңдайды. Өткенде бізде жаңадай шетелге қазір биылдыққа жоспарлап отыр. Өткенде біздің бір дәрігеріміз, хирургымыз Жапония мемлекетіне барып, 1 ай білімін шыңдап келді. Көршілес Ресей, Түркия жаңадай. Қазір уақытта жоспар бойынша енді мынау Израиль мемлекетіне бару керек болатын, алайда мынау саяси жағдайға байланысты қазір енді басқа да бір дамыған мемлекетті қарастырып отырмыз. Сол және де мына Моңғолия мемлекетінде бауырдың қатерлі бойынша өте жақсы дамыған ол жерде ем шараларының түрлері, хирургиялық әдістері. Сол жаққа да біздің бір маманымыз оқуға барайын деп жатыр. Енді емнің түрлеріне келетін болсақ, онкологиялық емнің қандай түрі қазіргі заманауи талаптарына келетін болсақ, ол жерде бізде ота жасау, және де сәулелік терапия жасау, және де
химиотерапия жасау және таргеттік терапия жасау. Осы 4 бағыт бойынша да бізде жаңағыдай толық меңгерілген және де белгілі жақсы деңгейге қойылған. Бізде тіліксіз оталардың барлығы жасалынып жатыр. Одан кейін барып жаңа химиотерапияның бүкіл препараттардың барлығы біздегі Қазақстанның протоколына сәйкес барлық ем-шаралар жүргізіледі. Және де сәулелік терапияға келетін болсақ, алдында айтып кеткендей, біздегі заманауи вариан Америка құрама штатынан алып келінген жаңағыдай вариан хальсон деген жаңағыдай қондырғымыз бар. Сәулелік терапияны сол арқылы жасалынып жатыр. Және де айта кететін, бізде өткен жылдан бастап онкогематологиялық бөлім ашылды. 20 төсек орынға арналған. Ол жерге маманды біз Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтынан алдыртқан маманымыз бар. Сол жердің меңгерушісі. Ол қазір енді Шымкент қаласының, жалпы Шымкент қаласы емес, жақын өңірлерден, ол Түркістан, Қызылорда, Тараз өңірлерден жаңағыдай науқастар келіп ем алуда бүгінгі таңда. Жаңа өзіңіздің бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, 47%-ға азайған деп. Жалпы онкологиямен ауыратын азаматтардың жас ерекшеліктеріне тоқталайықшы. Басым бағытта қанша жастағы адамдар? Басым бағыттарға айтатын болсақ, мынау 50-ден асқан, 50-ге жақындаған және де арасында жастардың да ауырып жатқандар кездеседі. Ол статистикадан қашып құтыла алмаймыз. Жалпы онкологиялық ауру қандай жаста болса да кездесуі мүмкін. Қазір не бойынша біздің байқап отырғанымыз, жалпы басым көпшілігі 50-ден кейін, 50-дің төңірегінде жаңа ауырады. Ол бір. Екінші, бізде бұл онкологиялық, ересек адамдардың онкологиясынан бөлек, және де жасөспірімдердің онкологиясы дегенде бар. Оларда да туа біткен жаңағыдай 5 жасқа дейінгі 1 жаста сондай кезде де онкологиялық аурулар өте көп кездеседі. Республика деңгейінде қарайтын болсақ. Оның барлығы енді қалалық балалар ауруханасында немесе педиатриялық ғылыми зерттеу институтының құрамындағы онкологиялық бөлімшелерде олар емделеді. Біз енді 18 жастан жоғары ересек адамдарға көмек көрсетеміз. Енді аурудың алдын алу үшін халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізіп өтсеңіз. Халыққа түсіндірме жұмыстарын біз әрқашанда салауатты өмір салты бөлімшесі арқылы бірлесе отыра біз жаңағыдай ашық есік күндері өткіземіз. Сол бағыттар бойынша түсіндірме жұмыстары да жасалынады. Әлеуметтік желілер арқылы да мұндай түсіндірме жұмыстарды жасаймыз. Ал енді айта кететін болса, мынау әр Шымкент қаласының тұрғыны өзіңіздің тіркелген емханаңызға келіп, жылына жоқ дегенде 1 рет жаңағыдай профилактикалық тексеруден өту керек. Ол дегеніміз не? Әйел адамдар болса, ол жерде маммологтар болады, штаттағы маммологтарға қаралу керек, терапевтке қаралу керек, және де сүт безінде қандай да бір түзілістер байқаған жағдайда оны күтпестен тез арада қолма-қол келу керек. Емханада қаралып, әрі қарай бізге жолдамамен жібереді. Сол деңгейде біз көмек көрсетеміз. Жалпы асқазан, тоқ-ішек, жаңағыдай өкпені, іш қуысын жаңағыдай осындай профилактикалық тексерістен өтіп тұрған дұрыс. Және де бас ауыратын адамдарға МРТ-дан өтіп тексеріліп, невропатологтан қаралып дегендей. Жалпы негізі бұның бәрін жергілікті емханаға барған кезде профилактикалық тексерулердің қандай түрлері бар, соның барлығын сіздерге жаңағыдай жас ерекшеліктеріне байланысты айтып түсіндіріп береді. Бізде қалалық онкологиялық орталықтың базасында бұл бірінші рет емес, бірнеше рет қазіргі таңда бүгін енді сіздердің келулеріңізге байланысты сондай сәйкестік болып қалды. Бізде бір өте керемет жаңағыдай шеберлік сабағы өтіп жатыр. Ресей Федерациясынан келіп отырған Петрова ғылыми зерттеу институтынан Санкт-Петербург қаласынан академик Левченко деген жаңағыдай өте мықты, білікті маман бізде шеберлік сағатын жасап жатыр, бізде ота жасап жатыр қазір. Соны барып қазір бірлесе көрсек болады, осыны көрсету. Қандай бөлімге келдік қазір? Біз ота жасау бөліміне келдік. Бізде ота жасайтын бөлмеміздің бұл жерде 4 бөлмеміз бар. 5-шісі ол ангиографиялық, жалпы 5 деп санауға болады. Бұл жерде қазір бізде 2-ші үлкен ота жасау бөлімімізде бізде аса күрделі ота жасалып жатыр. Асқазанның қатерлі ісігі, өңеш пен асқазанның ортасында қатерлі ісігі,
оны бізге жаңағыдай академик профессор Левченко деген кісі Петербург қаласынан келіп, Петрова деген ғылыми зерттеу институты, онкологиялық зерттеу институтынан келіп бізге шеберлік сабақ өткізіп жатыр. Қазір мына сыртынан былай қарап байқасаңыздар болады. Мына жерде осы мынандай нәрсе жүріп жатыр. Міне, мынандай ота жасалып жатыр. Отаның кезінде қатты сөйлеуге болмайды, өйткені мамандардың несін жалпы айтқан кезде отвлекать етуге болмайды деген сияқты. Жалпы тіліксіз бұл жерде мысалы бас хирург және де оның көмекшілері осындай экран арқылы ішке кіріп, іште болып жатқан құбылыстарды жасап, осындай ота жасайды. Бұл аса күрделі ота және де үлкен шеберлікті талап ететін ота. Қасында Данияр Мамадиярович бізде реанимация бөлімінің басшысы және де біздегі бас реаниматолог осы жердегі отаның кезіндегі наркозды қадағалап жаңа соған жауапты мамандар. Қаншалықты жиі жасап тұрасыздар, шетелден мамандар қаншалықты көп келеді сіздерге? Шетелден жиі келіп тұрады. Осыдан кейін тағы да жапондардан келеді. Осы ноябрь айында. Бұл осы Санкт-Петербургтен келген профессор Левченкомен операция болып жатыр. Ноябрьдің сол 7-сі мен 12-сінің аралығында тағы да осында мастер-класс планда бар. Құда қаласа сол кезде де болады. Жылына бір 4 сондай мастер-класстар өткізіп шетелдік мамандармен бірге. Өздеріңіз де барып көрдіңіз бе мына жерге? Қандай шетелде көрдіңіздер, ота жасаған түрлерін, мысалға қай мемлекеттерден тәжірибе алмасып келдіңіздер? Алдында болғанбыз, сол 2017-те Моңғолияда болғам, бір ай көлемінде сол ол кезде бауыр ісігі бойынша операцияларды көріп, сол наркоздарын көріп, хирургтармен бірге сол бір ай көлемінде оқуда болғанбыз. Ең күрделі оталар қанша сағатқа созылады? Олар одан кейін науқастардың жағдайын қаншалықты бақылап отырасыздар? Ең күрделі операциялар негізі сол 3-4 сағатқа дейін, кей кезде 5-6 сағатқа дейін болады. Енді операция көлеміне байланысты. Операциядан кейін кемінде сол 2-3 тәуліктер осындай мына лапароскопиялық операциялар, сол 2-3 күн реанимация бөлімшесінде интенсивті емін алады. Жағдайы тұрақталғаннан кейін әрқайсысы хирургия бөлімшесіне ауыстырып отырғанбыз. Хирургия бөлімшесінде де біз өзі реаниматологтар бар, өзі наркоз берген анестезиологтар қадағалап тұрады. Енді біздің орталық ол осы оңтүстік өңірдегі алғашқы ядролық медицина орталығы болып табылады. Мұнда бізде 2 бөлімшеміз бар. Біріншісі ол радиоизотопты диагностикалық бөлімше, екіншісі сәулелік терапиялық бөлімше. Бірінші бөлімшеде жалпы біздер онкологиялық ісіктерді табумен айналысады. Онда бізде арнайы медициналық құрылғы бар, ПЭТ-КТ. Ол құрылғы арқылы жаңағыдай адам ағзасындағы онкологиялық тіндерді, клеткаларды табумен айналысады. Онда бізге арнайы радиофарм препарат бар. Оны біздер Институт ядерной физикадан Алматы қаласынан тасымалдаймыз. Күнделікті соны адам ағзасына енгізу арқылы 50 минуттың көлемінде ол сол ісіктерге қонады, жиналады. Сол жиналған ісіктер ол ПЭТ-КТ-ға түскен кезде өзін жарық қылып көрсетіп, сол арқылы біздер осы ісіктерді табамыз. Оның көлемі, жалпы денеге қаншалықты тарағаны, сол бойынша мәлімет ақпаратты біздер емдеуші онколог дәрігерге береміз. Бізге күнделікті ПЭТ-КТ-дан өтетін 12 адам өтеді күнделікті, және сәулелік терапия бар. Сәулелік терапияда ол жаңағы енді табылған ісіктер бойынша кеспей сол ісіктерді емдеуге мүмкіндік беретін аппарат бар. Жалпы енді ол сәулелік терапияға күнделікті 85 адам күніне ем алады, осындай есеппен алғанда. Қанша қызметкер жұмыс жасайды, қызметкерлердің біліктілігін арттыру мақсатында шетелмен тәжірибе алмасу Біздің орталықта қазіргі таңда 21 маман жұмыс жасайды, оның ішінде 6 дәрігеріміз бар, және 12 орта буын қызметкерлер бар, және қалғандары ол жаңағыда әкімшілік тарапынан жұмыс жасайтын қызметкерлер. Енді біліктілігі бойынша, әрине біздің мамандар білікті, өздерінің оқығандар бар, сонымен қатар жаңадан келген мамандар бар. Олардың біліктілігін біздер
көршілес мемлекет Ресей Федерациясында жаңағыдай өзіміздің коллегаларымыз бар, соларға жіберу арқылы біліктілерін көтеріп жатамыз. Сонымен қатар аппаратпен бірге оларды өздерінде оқытатын бөлімшелері бар. Сол аппаратта оқытатын бөлімшелерде біздер өзіміздің қызметкерлеріміз оқытқанымыз бар. Сол құрылғымен жұмыс істеу барысында. Медициналық қызметтің сапасын бақылаудың енді мақсаты пациенттердің, науқастардың қауіпсіздігі болып табылады. Сол себепті орталықта жаңағы пациенттерді қолдау қызметі құрылған. Осы мақсатта, осы жүйеде біз жұмыс істейміз. Значит, ұлттық аккредитацияға сәйкес, стандарттарға сәйкес болу үшін 21 жылдың басында аккредитацияны өттік. Оны сөйтіп бірінші категорияға еге болғанбыз. Ол жерде біздің мақсатымыз жаңағы 6 мақсат бар. Сол 6 мақсатты орындау. Оның біріншісі жаңағы идентификация дейміз, сәйкестендіру науқастарды. Екіншісі по телефону передача устно, жаңағы по телефону дейміз, дұрыс ақпарат беруді науқас туралы. Ол жерде жаңағы үшінші мақсатымыз біздің жаңағы дәрілік қауіпсіздік, науқастарға жаңағы медикаментозное лечение дейміз ғой, сондай жүргізген кезде сол қауіпсіздікті сақтауымыз керек. Сосын науқастар біздің орталыққа келген кезде жаңағы құлап қалмау жаңағы қауіпсіздігі, сол бойынша жұмыс атқарылады. Жаңағы әртүрлі белгілер, навигациялар жүргізіледі. Едендер жуған кезде белгілер науқастар білу керек. Одан кейін гигиена, мытья рук дейміз, қолдың тазалығы да. Дәрігерлердің қолдың тазалығы инфекцияны бір-біріне жаңағы берілмеу үшін. Жаңағы тағы да бір мақсатымыз бар, ол хирургиялық безопасность дейміз да, хирургиялық қауіпсіздік. Хирургиялық ем жүргізген кезде науқастардың қауіпсіздігіне өте қатты көңіл бөлуіміз керек. Сол науқас па, сол жеріне ма, жаңағы тайм-аут дейміз, сол алынатын точно сол операция жасайтын жері ма деген сияқты сол мақсаттарды орындауымыз керек. Бұл жаңағы пациенттерді қолдау қызметінің өзінің программасы бар. Сол программаға сәйкес жұмыс атқараймыз. Ол жерде жаңағындай программа бойынша науқастардың өтініш шағымдарын келіп түскен осы орталыққа жаңағы қараймыз. Одан кейін әртүрлі комиссиялардың жұмыстарын, бізде комиссия бар, мысалы үшін этический кодекс, енді медицина қызметкерлері өздерінің этический кодексі бар. Сыртқы киім киісі, жүріс-тұрысы, науқастармен сөйлеуі, да, соның бәрін қадағалайтын сондай комиссия бар. Солардың жұмыстарын қараймыз. Содан кейін бізде ішкі және жаңағы сыртқы индикаторлар дейміз. Сапаны көрсететін сыртқы индикаторларға если жаңағы аурушаңдық, өлім-жітім, сосын жаңағы 5 жылдық өмір сүрудің жаңағы көрсеткіші болатын болса, ішкі индикаторларға жаңағы осылар жатады. Жаңағы операцияны қанша болып жатыр, оның сапасы қандай болып жатыр. Әртүрлі емді көрсетіп отырмыз ғой біз. Сәулелік ем, химиотерапиялық ем, таргентное лечение, солардың бәрі науқастарға толық жетіліп жатыр ма? Солардың жаңағы результаттары қандай осложнение болып жатыр, қандай проблемалар болып жатыр деген сияқты. Сосын бізде жаңағы комиссия бар, жаңағы өлім-жітімді тексеретін. Не әкеліп оған жаңағы әкелді, қандай себептер болды, ем толық науқасқа барды ма, барған жоқ па, жетті ма, жеткен жоқ па деген сияқты сондай разбор болады. Соларды тоже біз қарап тексеріп отырамыз да. Сосын жаңағы внутренний аудит дейміз. Ішкі аудит, это осы іштегі жұмыстардың бәрін тексереміз. Жаңағы қағаздардың, төлқұжаттардың толтырылуы, жаңағы әртүрлі поликлиникалардан, мекемелерден келеді ғой, солардың дұрыс төлқұжаттармен дұрыс келіп жатыр ма, келіп жатқан жоқ па. Біздің науқастар шығып кеткеннен кейін олардың да жаңағы қолдарына берілген выписка дейміз ғой, қолдарына берген қағаздарын оларда дұрыс жазылды ма, жазылған жоқ па, дұрыс ұсыныстар, рекомендациялар, солардың бәрі дұрыс берілді ма, берілген жоқ па. Сол жұмыстардың бәрін қарап отырамыз, аудит жасап. Сосын если бір жаңадан медициналық көмектер бар ғой, қазір мысалы үшін только біздің ғана орталықта емес, мысалы басқа жақта да республика деңгейінде жаңағы шетелдерде көрсетіп жатқан емдерді бізге қалай енгізу керек.
біз басқа жақтан қалмауымыз керек қой, потому что біздің қазір науқастар жан жаққа барып жатыр ғой, Германия болсын, Турция болсын, жаңағыда Южная Корея дейміз, Қытай дейміз, жан жаққа барып жатыр ғой. Біз солардан қалмас үшін жаңағы өзіміздің нелерге, қызметкерлерге тоже оқу жүргізуіміз керек, обучение дейміз ғой, постоянно. Жаңағы ұлттық аккредитацияның стандарттарына сәйкес болу үшін обучение өткіземіз обязательно, ол жұмыста сол бағытта жүргізіледі. Осындай жұмыстар енді жүргізіліп жатқан. Сосын кейін сайттар бар бізде, өзіміздің ішкі біздің центрдің қалалық онкологияның өзінің сайты бар, Инстаграм бар, Фейсбук бар, әлеуметтік жүйелер бар, солардың бәріне информация салып отырамыз. Сосын жаңағы науқастар бізде колл-центрмен жәрдем деген не бар, жаңағы колл-центрге звондайды әкімшілікте, потом ненің қалалық управление, да, здравоохранение, сол жақта да сайттарға жазады мысалы өтініштер. Солардың да жаңағы өтініштерін біз қарап, ары қарай, чтобы жаңағы науқастарға сол медициналық көмектің жақсы сапада жеткізілуіне соны біздің жаңағы жүйенің жүріне тікелей соған біз қадағалап отырамыз. Енді қазір административно-процессуальный кодекс дейміз ғой, соған байланысты біз жұмыс істейміз. Жаңағы арыз шағымдарды тіркейтін енді жаңағы не бар, сайтта бар, журналда бар, жаңағы өтініштерді осы жерге келіп бізге тікелей келіп жаңа шағыммен или өтінішпен келетін болса, біз бір күннен 5 күнге дейін. Енді 5 күн, если сайттарға жаңағыдай жазбаша түрінде жазылатын болса, 15 күнге дейін уже согласно административно-процессуальный кодекске байланысты соған жауабын береміз. Биылмен салыстырғанда бізде арыз шағымдар 2 есеге төмендеді. Егер де былтыр болды, арыз шағымдардың көбісі, мысалы үшін коммуникативный навыки дейміз ғой, жаңағы науқастармен қызметкерлердің сөйлесу несі да, жаңағы бізде өз жас мамандар көп, соларды постоянно жаңағы оқу үйретеміз, оқытамыз, солардың сөйлесуі. Мысалы үшін көп науқастар емдік шараларға шағым жасамайды. Жаңағы дейміз ғой, как сказать, инфраструктура, да, мындай обслуга, да, как қызмет көрсетудің сапасына соған айтады да, мысалы үшін дәрігерлер, мысалы үшін науқастар емге они не жалуются, они в основном сөйлесу мәдениеті. Сол себепті бізде былтыр, мысалы үшін 22 жылы өте көп отырыстар болды этический кодекс бойынша, и биыл біз соның результатын көріп отырмыз. Мысалы үшін қазіргі шағымдар көбінесе очередность, дәрігерге жаңағы очередьте көп тұрып қаламын, жаңағы уақытысында келе алмаймын деген сияқты мәселелер биылғы жылға сол шығып тұр. Сол жағынан біз қазір көп қызмет жасап жатырмыз. Дәрігерлермен қамтамасыз ету, жаңағы қосымша кабинеттер ашу деген сияқты да. Бұл отделение 2022 жылының шілдені ашылдық. Ол отделение онкогематологический аурулар емдейміз. Жедел лейкоздар, лимфопрофильдік аурулар ем беріп жатырмыз. Біз осы жерде барын диагностический мероприятияны жасап жатырмыз. Негізі химиотерапия, высокодозный химиотерапия біз осы салып жатырмыз. Бізде 20 койканы ашылдық. Қазір 20 адам жатыр, ем алып жатыр адамдар. Ол гематологический ауру өте ауру науқастар. Ол лейкемия, жедел лейкоздар адамдар, сол адамдар біз ем беріп жатырмыз. Біз қалада консультативный диагностический мероприятияны жүргізіп жатырмыз. Әр поликлиникадан барып лекцияны оқып жүріп жатырмыз. Онконасторожный гематологический аурулар адамдарға барын айтып, анализдер көріп, бізге жіберіп жатыр. Сол үшін бізде қазір онкогематологическая настороженность өте үлкен. Адамдар келіп жатыр. Барын анализ, любой изменение анализі шыққанда біз көреміз, тексеріп жатырмыз. Бізде қалада гематологический план развития бізде бар. Сол планда біз жұмыс істеп жатырмыз. Бөлімде 2 дәрігер, тағы да бізде 2 врач-резидент бар. 2-ші жылда оқып жатырмыз. 2 мейірбике бар. Біздің қалада тағы да бір отделение бар. Бөлімшеде 2-ші қалалық ауруханада гематологическое отделение сол жерде бар, 5 койкада. Біз сол врачтармен жұмыс істейміз.
және Түркістан облысының врачтарымен конференциямен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Осы тұрған бөлімшеміз химиотерапия және эндоваскулярды онкология бөлімшесі болып табылады. Жалпы республика деңгейіндегі жалғыз ғана эндоваскулярлық бөлімше. Ол аталым келіп шығу жаңа біздің диспансерімізде аталмыш бөлімшеде көрсетіліп жатқан қызметтердің түріне байланысты. Өйткені бізге мәлімет болғандай, жалпы осы бөлімшеде химиотерапиялық емнен гөрі тағы эндоваскулярлық және тамақ-ішілік операциялардың түрлері жасалынады. Жаңа көріп өткенімізде жасалынған операцияның бір түрі. Жалпы Шымқаланың өзінен ғана емес, басқа аймақтардан, Қазақстан Республикасының жан-жақты аймақтарынан келетін науқастардың қабылдауға мүмкіншілігіміз бар. Бізде Астана, Алматы, жаңа Түркістан облысы, Қызылорда, Тараз қалаларынан келіп жататын науқастардың саны көп. Жалпы отделениеде 50 төсек қарастырылған. 50 төсекте жаңағы тұрақты, қалыпты жататын төсектер. Жаңа науқастың состояниесін дейді ғой, жаңа жалпы жағдайына байланысты госпитализация жасалынатын және де сол емін тиянақты бітіріп шығуға мүмкіншілік қарастырылған. Сонымен қатар да отделениенің жалпы нагрузкалық деңгейі 400-ге жуық науқастың көлемі, ол айлық есебі, жалпы жылға болатын есебі 5000-ге жуық случай деп айтады, жаңағы сол емделіп баратын орны бар. Жалпы бөлімшеде 42 сотрудниктен тұрады. 42 сотруднигіміз жаңағы 7 дәрігер, жаңағы 22 орта буын және кіші буын қызметкерлері 19-дан. Сол жаңа аталмыш науқастардың еңбегімен жаңағы жағдайын жасауға тырысып жатқан бөлімшенің сотрудниктері. Орта есеппен енді онкологиялық аурулардың алдын ала жағдайын айту қиын. Өйткені ол науқастардың жағдайы қазір бұлай, бір сағаттан кейін өзгеруіне байланысты, жаңағы ауруының тарауына байланысты, сатысына байланысты өзгеруі мүмкін. Жоспарланған күн белгіленгеннен тыс өтіп кетуі мүмкін. Мысалы, орта есепте 7 күн жататын науқастарымыз кейде 2-3 аптаға дейін созылып қалатын жерлер бар. Бұл жаңағы жалпы өзінің анализдерінің, жалпы состояниесі, емдік шараның көтеруіне байланысты болған жағдайларда орын алады. Заманауи құрал-жабдықтармен толығымен қамтамасыз етілген. Өйткені отделениенің өзінше жаңағы тамақ-ішілік неге байланысты өзінің ультрадыбыстық зерттеу жаңағы аппарат өзі қамтамасыз етілген, современный жаңағы заманауи аталмыш инфузоматтар, то есть толық алып жатқан химиотерапиясының сағатымен, минутымен беретін құрал-жабдықтар қарастырылған, және де басқа да құрал-жабдықтар толық заманауи талапқа сәйкес етеді. Дәл қазіргі таңда жасалып жатқан отаның операциясы механикалық эмболизация внутренних воздушных маточных артерий деп аталынады. Бұл операцияның басты мақсаты жатыр мойны өсігіндегі қанап жатқан жағдайларды тоқтату мининвазивный әдістемеден болып табылатын отаның бірі. Емделуші науқасымыз 3-4 күн бұрын босанған жас келіншек, жатыр мойны өсігінің несімен бақыланып жүретін тұғын. Экстренный жаңатеді, төтенше несімен байланысты алып жатқанбыз. Жалпы операцияның орта есепте алғанда созылатын уақыты 1 сағат, 1,5 сағатқа дейін жететін кезде нелер болады. Дәл қазіргі таңда бұл кісінің анатомиялық ерекшелігін ескере отырғанда 15-20 минутқа созылмай жатқан жеріміз бар. Операцияның несі сәтті өтті деп айтуға да келеді. Жалпы аппаратымыз Philips Azurian ангиографы, заманауи әдіспен қолданылып жатқан аппараттың бірі, Қазақстан Республикасындағы қойылып жатқан ангиографтың ең үздігі деп айтуға келеді. Өйткені аппараттың шын мәнінде мүмкіншіліктері үлкен. Ол нейроинтервенция, кардиоинтервенция, ангиоинтервенция бағытында жоғары деңгейдегі операцияларды мини-инвазивті әдістермен жасауға мүмкіншілік туғызатын аппараттың бірі. Жылына 300-ге жуық операция жасалынады. Бөлімше бойынша радиология бөлімшесі бұл онкология бөлімшесінде алынбайтын бір бөлім. Бұл жерде ол сәулелі ем науқастар бұл жерде сәулелі ем бойынша бағытталады. Қазіргі таңда бұл жерде айына 70 науқасқа дейін өтеді. Науқастар сәулелі ем алады. Олар қазіргі таңда бұрынғымен салыстырған кезде заманауи аппаратпен ем алады. Жаңа аппарат қойылды былтырғы жылдан бастап, уже 1 жылдан астам уақыт қызмет көрсетіп жатыр аппарат, және ол нәтижесін беріп жатыр деп те айтсақ болады. Өйткені заманауи аппарат болған себепті оның нәтижесі бұрынғы уақытпен салыстырғанда жақсы болып табылады, және асқыныстар басқа өткен жылдармен салыстырғанда асқыныстар аз болып табылады. Сонымен қатар ол жерде заманауи аппарат болған соң жасалып жатқан емнің пайдалылығы жоғары болады, эффективті дейміз ғой, эффективтілігі жоғары болады, және күресу онкологиялық науқастардың
ауруымен күресу бізге оңай және тиімді болып табылады. Бұл жерде процедура бір күнде емес, бірнеше күнде өтеді, ұзақ, басқа процедуралармен салыстыра алмаймыз. Өйткені бір келген науқас бұл жерде процедураны 20 немесе 30 сеанс деп айтамыз, соған дейін алады. Оның жасалған операциясы немесе оған операцияға дейін, немесе операциядан кейінгі деген түрлер болады, немесе өз жеке түрі болады. Кейде паллиативті көмек көрсету ретінде де оған қолдана аламыз. Радиология бөлімінде 46 төсек орынға бейімделген, және де күндізгі бөлімнен де келіп алса болады. Қазіргі таңда 70 науқас болса, оның 46 науқасы жатып алады, қалған 20 науқастай үйден келіп алады. Олар жағдайына қарай, егер оның жағдайы өзіміз бағалаймыз, егер жағдайы төмен көтере алмайтын болса, олар осы жерде міндетті түрде жатып, емін алып, толық курс емді біткеннен кейін барып қана үйіне шығарылады. Ал үйден келетін науқастар, олар тек қана курс сеансты алып, үйіне қайта беретіндей ыңғайлы жағдай жасалды. Тәжірибе алмасу бар. Алматы қаласымен немесе съездтер болады, съездтерге барамыз. Осы жолы қазіргі барайын деп отырған біздің дәрігерлер бар еді Израиль қаласына. Енді өкінішке орай қазір осы ситуацияға байланысты ол қазір тоқтатылып тұр. Бірақ біліктілік осылай жетілдіріліп жатыр. Өйткені заманауи, заман тоқтамайды, дамып жатыр. Сол себепті қазір бізде онымен қоса қалыспай даму керекпіз, білімді алу керекпіз, өсу керекпіз. Осы Қазақстан шет-шетінен білім тәжірибе алмасамыз. Апа, қалай жағдайыңыз қалай? Жағдайым жақсы. Осынан барғаннан кейін мен жақсы жаңа нан да жейтін болдым. Қамыр ауқатта жейтін болдым. Бірақ андай жайлап жеймін да енді ет жемейтінім ғой. Ет жейтін болдым. Мынау ешқандай жаңағы түйіліп ана дұрыс, енді апа қазір тамақты жеу керек, бірақ барлығы майдалаған күйде. Иә. Қатты ыстық емес, қатты мұзайын, тек жылы күйінше жеу. Сіздер не айтсаңыздар, сол мен сол нәрсені істеп жатырмын. Болды, хорошо. Өзіңізді қадағалап жүріңіз. Айтасыз, жалобы сұрақтар болса айтыңыз. Жоқ, жабылым жоқ, Құдайға мың да бір рахмет. Бірнеше жыл болды осындай әр дертке ұшырағаныма. Құдайға мың да бір шүкір, ақ халатты абзалдарға өте рахмет. Қаяққа барсақ та емдеп жатыр жаңағы. Қарсы алып жатыр, ескері ашық. Уағыменен әйтеуір дәрісін, дәрмегін қолынан келген қызметтерін аяп атқан жоқ. Өте ырзамыз. Неше жыл болды менің ауырып жүргеніме қазір. Қашан келдіңіз бұл жерге? Бұл жерге мен ана күні келіп бір ай жатып кеткем. Одан кейін 2 демалып кеше келдім. Кеше келіп мына жақтан мынандай бүйрекке диализ алып жатырмын. Бұл жерден жатып мына нош алып жатырмын. Құдайға мың да бір шүкір. Тамақ іше алмай қалған күндерім болған. Осы жерге жаңағы бір ай жатып кеткеннен кейін тамақ жақсы ішіп жатырмын. Өтіп жатыр тамақ жақсы. Қуаныштым. 2021 жылы біздің қалалық онкологиялық орталық ұлттық аккредитациядан өткен. Бұл дегеніміз біздің онкологиялық орталықтың жалпы стационарлық көмек көрсететін клиникалардың жаңағы біздегі аккредитациядан өткізеді. Министрлік тарапынан жаңағыдай аккредитациядан өткізеді. Сол аккредитациядан біз өттік. Бірінші категория деңгейі бізге берілді. Алдағы уақытта енді 24 жылы қайтадан осы аккредитацияны өтуді жоспарлап отырмыз. Бұл дегеніміз жалпы аурухананың жұмысына өте пайдалы нәрселер. Көптеген пайдалы нәрсе системалық тұрғыда жаңағыдай науқастарды басқару және де персоналды басқару жаңағыдай жалпы барлық ненің стандартқа сай жұмыс атқару бойынша жаңағыдай септігін тигізетін бір жаңағыдай инструмент деп есептеуге болады. Бұны аккредитациядан өту міндетті негізі республикада барлық емханалар болсын, ауруханалар болсын бәрі өту тиіс. Ол жаңағыдай біз енді осыны бірінші санатта алдық. Енді алдағы уақытта бұдан да жоғары санатты алуға тырысамыз деген сондай бір ниетіміз бар. Жақсылық Оразбайұлы, бүгін алтын уақытыңызды бөліп, жалпылама сұхбат бергеніңізге телеарна атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осымен бағдарламамызды тәмамдаймыз. Амандықта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.